Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Егер менің каналыма алғаш рет келіп отқан оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз. Себебі каналда мен денсаулықты нығайту жолдарына байланысты жаңа туған сәбиден қарт кісіге дейін өте пайдалы ақпараттарды саламын. Ал бүгінгі видеода мен сіздерге тек қана денсаулық жайлы емес, сонымен қатар мен секілді декретте отқан кісілер болса, сонымен қатар қосымша табыс көзін іздеген, немесе жаңадан мықты бизнес дамытқым келеді дейтін кісілер болса, соларға арнап жаңа видео түсіріп отырмын. Сондықтан да менің каналымда ендігі жолы тек қана денсаулыққа байланысты ғана емес, сонымен қатар менімен бірге бизнес дамытам дейтін кісілердің де қатарда болғанын қалаймын, және менің бизнесіме қазір обзор жасаймын. Жалпы байқасаңыздар, менің каналымда Forever компаниясының, бұл америкалық компания, осы компанияның көптеген витаминдеріне обзор жасалып, олардың составы, сіңімділігі, қалай жасалған, организмге қалай әсер етеді, осы жайында көптеген ақпараттар бар. Осы ақпараттарға сүйене отырып, сонымен қатар мен тағы зерттедім. Оның международный деңгейде каждый витаминді сертификаттаған, оның халал сертификаты бар. Одан кейін качествосын, яғни қандай сапалы екендігін көрсететін бірнеше сертификаттары бар. Және олар тек қана бір рет қана алынып қоймайды, жыл сайын обновление болып, әр нәрсенің, яғни витаминдердің качествосы мықты болу үшін үнемі компания жұмыс жасап отырады. Сондықтан да бүгін сіздерге осы Forever компаниясымен қалай бизнес жүргізуге болады, осы жайында айтам. Егер де бұл видеоны сізге біреу жіберген болса, онда міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, сұрақтарыңызды сол кісіге қойсаңыз болады. Ал егер де алғаш рет бұл компания жайлы менен естіп отқан болсаңыз, онда комментарий қалдырып, маған хабарлассаңыз болады. Ең алдымен бұл бизнесті не үшін дамыту керек деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Себебі егер мен сияқты декретте отқан аналар болатын болса, олар үшін қосымша табыс көзі өте маңызды деп ойлаймын, өз жағдайымнан білем. Сондықтан олар үшін бірінші қосымша табыс көзі отбасыңызға. Балаңыздың ішіп жейтін тамағы, витамині, қыдыратын жерлері дегенге қосымша табыс болатын болса, более сізде свобода пайда болады. Екіншіден, ол қаржылық қысым. Жалпы деректерге сүйенетін болсақ, 92% қазақстандықта кредит бар екен. Бұл деген сөз, әр айдың 5-не, 10-на, немесе 15-не ол адамдарда кредит төлеу керек деген, мида қаржылық қысым пайда болады деген сөз. Осындай стресстерден кейін барып бір күні денсаулықта түрлі аурулар пайда болады. Сондықтан да осындай стресске түспес үшін, қаржылық қысымнан арылу үшін міндетті түрде қосымша табыс көзі керек. Ал осы қосымша табыс көзін сіздерге Forever бере алады. Үшіншіден, егер сіз бәрін қойып, прямо азында 8-де жұмысқа барып, кешкі 6-ға дейін болып, үйге келгеннен кейін де жұмысыңыз жайлы ойлап жүретін адам болсаңыз, ондай жұмыстан шаршап жүрген болсаңыз, онда сіз үшін таптырмас бизнес. Себебі осы бизнесті дамыту арқылы сіз өз-өзіңізге бастық боласыз. Таңертең мынадай уақытта болу керек, мынаны істеу керек деп төбеңізден ешкім тоқылдатып тұрмайды. Өз уақытыңызды өзіңіз басқарасыз. Және өте маңызды пункт мен үшін ол басқа адамдарға көмектесу. Себебі мына өмірге адамдар бір-біріне көмектесу үшін келеді. Сіз Forever бизнесін басқаларға предлагать ету арқылы сіз олардың қаржылық жағын дамытуға көмектесе аласыз. Денсаулығына қажетті витаминдер керек адам болатын болса, качественный, сапалы витаминдерді ұсына аласыз. Және бұл компанияның тағы да көп деген ұсынатын мүмкіндіктері бар. Шетелге қыдыру, демалыстар, тренингтар, обучение деген сияқты осындай мүмкіншіліктерді басқа адамдарға ұсынып көмектесе аласыз. Және тағы бір айта кететін нәрсе, ол осындай егерде тренингтерге барып, дұрыс тамақтану және өзіңіздің бизнесіңіз болатын болса, көп қаржы тауып жүретін болсаңыз, сізде ерекше өмірлік стиль қалыптасады. Яғни басқа адамдарда сіз секілді болғысы келетін жаңа өмірлік стильді қалыптастыра аласыз. Енді жалпы бұл Forever деген интернет-магазин болып саналады. Бұл үлкен сеть, бірнеше елдерде дамыған.
Сондықтан да бұны сетевой бизнес деп атаймыз. Және күнделікті өмірде көріп жүрген бізде традиционный бизнес бар. Сетевой бизнес пен традиционный бизнестің айырмашылығын біліп алуымыз керек. Традиционный бизнес деп отырғанымыз, мысал үшін, мына мен қолданып отырған микрофонды алайық, иә. Бұл микрофон бір жерде 3000 теңгеден шығуы мүмкін, иә, Америкадан. Сосын ол Америкадан бері қарай келем дегенше оны тасымалдаушылар болады. Получается, мынау магазиннен алып, мысалы біздегі индрайвер сияқты алып мына жерге жеткізіп тастайды. Одан келесі жерге ортада міндетті түрде производительден оптовиктер алады, оптовиктерден розничный цена шығады. Сонымен мен бұл микрофонды в итоге 16 000 теңгеге алдым. Бұл деген сөз, пока маған жетем дегенше, шығарған өнімді производительден маған жетем дегенше, не істеді? Ортада бағасы өсті. Ал сетевой бизнес деп отырғанымыздың ерекшелігі, сіз тікелей производительден, мысалы микрофон 3000 теңгеге шыға, сіз сол 3000 теңге бағасымен сіз ала аласыз. Разница осыда. Ойлаңызшы, қалтаңызда қаншама ақша қалады. Сондықтан да сетевой бизнес дегенді анаған бір нәрсе предлагать ету, мынаған бір нәрсе предлагать ету емес. Ең бірінші сіз өзіңізге қажет нәрсені арзан бағада производительден тікелей өз бағасымен алуға мүмкіндік деп қарастырсаңыз болады. Енді бұл неліктен бұл бизнес таңдап отырмын? Қазіргі кезде өте көп бизнес түрлері бар, иә. Мысалы, қарапайым ғана кішкене магазинді ашуды алатын болсақ, ол магазинді ашу үшін ішіне кем дегенде миллионға заттар алуыңыз керек, ол жерді арендаға алуыңыз керек. Біздің Астанада енді магазиндердің арендасы где-то 300 000-нан жоғары басталады шығар, 500 000, миллион әртүрлі бағада бар, иә, орналасуына қарай. Яғни қарапайым ғана кішкене магазинді ашудың өзіне сізге как минимум 1,5-2 миллион ақша керек болады. Первоначально ол. Пока оборотқа тағы да ақша керек болады. Ал мына жерде сіз небәрі 236 000 теңгеге арнайы тач коробка бар, соны алу арқылы сіз международный уже аяққа тұрған бизнесті әрі қарай дамытып кетесіз. Одан кейін екіншіден айтатын нәрсе, ол продукциялары өте керемет. Бәрінің сертификаттары бар. Әр сертификатты жыл сайын обновить етіп отырады. Оны қаншама профессорлар, дәрігерлер барлығы составын тексеріп, фармакологтар, солардың барлығы тексеріп, сондай тексерістен өтіп отқаннан кейін продукцияда мін жоқ деп айтуға болады. Және үшінші, ол банкротство жоқ бұл жерде. Мысалы, жеміс-жидек ашатындарды алайық, егер заты өтпей жатса, іріп-шіріп кетеді. То есть бұл жерде банкрот бар, хотя минимум кішкентай ғана жеміс сататын киоск болғанның өзінде. Ал мына жерде сіз тікелей складтан свежий жаңа датасымен өнімді ала аласыз әрі қарай. Және егер де сіз бұл бизнесті үлкен қылып, прям команда құрып жасайтын болса, онда бұл бизнес сіз басқа қалада жүрсеңіз де, шет елде жүрсеңіз де өзінің жалғасын тауып сізге табыс түсіріп отыратын бизнес болып саналады. Мысалы, сіз магазин ашып қойсаңыз, егер сіз демалысқа кетіп қалсаңыз Турцияға, сіз оны жауып кетесіз, немесе біреуге тапсыруыңыз керек. Ол сенімді бола ма, сенімсіз бола ма, затыңызды дұрыс бағада сатады ма деген сияқты сұрақтар болады. Ал мына жерде сіз бұл қалада болмасаңыз да, бұл елде болмасаңыз да, кез келген жерде жүріп бизнесті дамыта бересіз. Және сіз үлкен бір пункт бар, ол неограниченный доход. Яғни сіз қанша жұмыс жасайсыз, соған сәйкес компания сізге өз сыйын беріп отырады. Яғни табысты соған байланысты береді. Мүлдем жұмыс жасамасаңыз, бермейді сізге еш нәрсе. Себебі бұл халал структурамен жасалынған нәрсе. Тек еңбек етсеңіз ғана сізге табыс бар. Еңбек етпей былай ұйықтап жататын болсаңыз, сізге ешқандай табыс көзі түспейді, сразу айтып қойайын. Енді мына суретте көріп отқандарыңыздай Forever компаниясының үлкен плантациясы бар. Олар алоэ өсіреді. Именно алоэның бірнеше түрлері бар. Сіз алоэ десе, терезенің алдында өсіп тұратын горшоктағы гүлді елестетуіңіз мүмкін. Алайда бұл ол емес. Бұл Barbadensis Millery деген сорт болып саналады. Тамырын 25-30 метрге дейін жаяды. Оны 3 жыл бойы өсіреді. Тамырына барлық топырақтағы макро-микро элементтерді сіңіріп, 3-4 жыл бойы жапырақтарына беріп, алоэны білесіз ғой, арасына ашқан кезде қандай шырыштары болатын, сол шырышқа әбден жинайды, витаминдерді, макро-микро элементтерді. Содан кейін барып қана оны
жинап алады. Сөйтіп одан алоэның соктарын жасайды. Гель деп айтады, сок деп айтады. Таза шырын болып саналады, мякоть. Просто мынадай блендерден өткізген кезде қоймалжың болып шығады ғой. Тура алоэның соғы да сондай болып саналады. Және жалпы компания 78 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Қазіргі таңда 168-ден астам ел айналысады. Компанияның дәл бүгін 45 жыл толып отыр жұмыс жасап келе жатқанына. Осы 45 жылдың ішінде қаншама адамдарға біреуге табыс көзін табуға, біреудің денсаулығын жақсартуға көмегі тиіп отыр. Енді продукциялардың барлығында өзінің сертификаттары бар. Көріп отырғандарыңыздай, біріншіден ол халал деген сертификат, яғни құрамында спирттік өнімдер, немесе шошқа және басқа да харам болып саналатын нәрселер қосылмаған. Және екінші, тіпті бизнестің өзінің жаңа мен айтып өттім, структурасы жұмыс жасауына байланысты да ол халал бизнес болып саналады. Және кошерный деген сертификат бар. Бұл сертификатты көп елдерде жоқ, көп елдерде деп көп кез келген продукцияны, кез келген затты алып қарасаңыз, оның кошер деген сертификатын табу қиын. Себебі бұл сертификатты еврейлер береді. Еврейлер 15 жыл бойы жаңағы алоэ плантациясын зерттеген, ауасын, суын, топырағын бәрін зерттеп, качествосы өте жоғары деген баға беріп, және әлі күнге дейін оны зерттеп отырады, бағалап отырады, сол арқылы бұған кошер деген сертификатты беріп отыр. Енді мына суретте көріп отырғаныңыздай, алоэның жалпы мынадай 4 түрі бар. Бірінші, бұл таза алоэ, құрамы 96% алоэ болып саналатын соғы болып саналады. Бұл ең бірінші маған ұнайтын нәрсе, жалпы химиялық жағынан қарайтын болсақ, бірінші ол pH ортасы, яғни біздің нейтральный қылып ұстауға көмектеседі. Жалпы қанның өзінің pH-ы болады 7-3-4 аралығында болып тұру керек. Егер осыдан кішкене отклонение болатын болса, оңға немесе солға, әсіресе қышқылдық ортаға өзгеретін болса, түрлі вирусты, инфекциялық бактериялар, грибоктар өсіп, организмде әртүрлі аурулар туындатуы мүмкін. Сондықтан осы қанның ортасын нейтральный ұстап отыруға көмекші осы алоэның соғы болып саналады. Ауызға ішкеннен бастап, мысалы, аузы уылып кетеді балалардың, неге? Себебі кислотность жоғарылайды. Сол кезде алоэны ауыз қуысына ішетін болса, ұстайтын болса, онда тезірек ауыздың уылуын кетіруге көмектеседі. Одан кейін рефлюкс дейміз ғой, гастриттер бар, сонымен қатар эзофагиттер бар. Өңеш пен асқазанның арасында мынандай қысып тұратын сфинктер болады. Егер осы сфинктер босайтын болса, онда ауызға қышқыл дәм келеді. Және осы кислотность асқазанда жоғарылайтын болса, гастрит дамытуы мүмкін. Сондықтан алоэны ішу арқылы көп адамдар өздерін гастритпен ауырып жүретіндер щелочная средаға ауыстырып, өздері біраз жеңіл сезінеді. Және менде осындай көптеген пациенттер болды. Олар прямо алоэны енді до того солай жақсы көреді, себебі олар өздері ауырып, қаншама сол аурудан айыққаннан кейін, және сол аурудан жеңілдік алғаннан кейін алоэны жақсы көретін менде көп кісілер бар, постоянно алып отыратын. Одан кейін екінші түрі бар, ол алоэның, ол бізде freedom деген түрі. Суретте көріп отырсыздар, мына көк түсті. Бұл бізде суставтарға және тірек қимыл жүйесіне деп айтылатын алоэның соғы болып саналады. Неге десеңіз, құрамында алоэ бар, сонымен қатар хондроитин және глюкозамин деген буынға, шеміршекке қажетті, әсіресе мына тізесі ауыратын кісілер болады, белдері ауыратын, грыжа, протрузия, остеохондроз деген неге болады? Себебі біріншіден организмге нагрузка дұрыс түспегеннен, және екіншіден организмде хондроитин және глюкозамин деген белоктар азаятын болса, олар тамақ арқылы сырттан түспесе, организмде дұрыс өндірілмесе, онда осы аурулар пайда болады. Сондықтан соның алдын алу мақсатында осы freedom деген соқты ішіп отырса өте жақсы. Үшінші, бұл бізде нектар деп аталады. Ягодный нектар дейміз, себебі құрамында тек қана алоэ емес, сонымен қатар алма және клюква қосылып жасалынған. Зерттеулер бойынша клюква деген ол зәр шығару жүйесіне, именно мочеполовая системаның бүйрек, қуық, именно пилонефрит, цистит кезінде инфекциялар көбейіп, оның жаңағы мен айтып отқан pH средасы өзгерген кезде соларға көмекші ретінде
осы біздің нектар соғымыз жақсы нәтижелер бере алады. Және төртінші айта кететін сок ол бізде персиктен жасалынған. Әсіресе балалар жақсы көреді, себебі дәмі өте дәмді. Және іш қатулар кезінде запор болған кезде персиктің ішектің бойындағы моторикасын, ішектің бойындағы нәрселердің сыртқа шығарылуын жеңілдететін болып саналады. Оның құрамында сонымен қатар көзге және жүрекке пайдалы витаминдерге бай. Және қазір мен сіздерге мына витаминдер жайлы жалпы обзор жасап өтейін. Олар биологиялық активтар болып саналады. Күнделікті жейтін тағамның құрамында қазіргі кезде витаминдер, минералдар жеткіліксіз болғандықтан көп адамдар түрлі ауруларға шалдығып жатыр. Сондықтан сол аурулардың алдын алу мақсатында ағзаны минералдармен байыту үшін ең бірінші мына Супергринс деген продукция жайлы айтқым келеді. Құрамы 27 түрлі көптеген көкөністер, брокколи бар, шпинат бар, сонымен қатар сельдерей бар, сондай жасыл шалғын шөптерден дайындалған коктейль болып саналады. Ол әсіресе өт жолдарына жақсы көмекші, қан тамырларының бойын тазалайды. Жалпы видеоларды мен қарап өтетін болсаңыз, именно осы Супергринс жайлы қалай ішу керек деген менде видео бар, көріп өтсеңіз болады. Және екінші ол бізде омега-3. Омега-3 бізде құрамында экозапантоеновая кислота және декозагексаеновая кислота, яғни қышқылдар болып саналады құрамы. Бұл қышқылдар не үшін керек? Қан тамырының бойында артық атеросклероз деген бляшкалар қалыптасып қалады. Майлардың былай жығып қалуы, мысалы майлы ыдыс жусаңыз, ыдыстың жиегіне май тұрып қалады ғой, тура сол сияқты дұрыс емес майлы тағамдар жегеннен тамырдың бойында сондай жұғын майлар қалыптасады. Кейін олар қатаяды, бір күні тамырдың бойынан қан өтпейтіндей болып бітеліп, инсульт, инфаркт дамуы мүмкін. Сондықтан осылардың алдын алу үшін міндетті түрде омега-3 қабылдау керек. Омега-3 жалпы бұл омеганың ерекшелігі, сіңімділігі өте жақсы, сонымен қатар капсулаларда дайындалады. Яғни капсуланың ішінде омеганың өзі тұрғандықтан ол оттекпен байланыспайды, бұзылысқа ұшырамайды. Негізгі деректерге сүйенетін болсақ, зерттеулер бойынша капсуладағы омегалар өте жақсы болып саналады. Себебі мына жидкий омегалар, бұлар оттекпен араласқаннан кейін окисление жүреді. Немесе окисление болмас үшін құрамында арнайы қоспалары болады. Сондықтан осы капсуладағы артеси деп аталатын омега-3-ді қабылдап отырсаңыздар болады. Ол балалар үшін де өте пайдалы, балалардың памятін жақсартады, зейінін арттырады. Сондықтан омега-3-ді кішкене балалардан бастап ересек адамдарға дейін күнделікті тағамдық қоспа ретінде қабылдап отырған дұрыс. Және үшінші бұл кальций жайлы айта кеткім келеді. Жалпы кальций организмге сіңу үшін міндетті түрде D3 қажет. Сондықтан мына кальций, ол кальцийдің өзінің түрлері бар. Интернетті қарасаңыздар да бар. Цитрат деп атады, хелатная форма дейді. Одан кейін именно кальцийдің карбонат түрлері бар. Ішінде ең жақсы сіңімділігі ол цитрат түрлері ұсынылады. Фороверде кальций сол цитратты түрі, яғни сіңімділігі өте жақсы. Организмде өт жолдарында тас түзбейді, бүйрекке барып жинақталып қалмайды, сонысымен ерекшеленеді. Және үшінші ол бізде натурмин деп аталатын, мына суреттен көріп тұрсыздар, натурмин ішінде барлық Менделеев таблицасында кездесетін біздің ағзамызға самый необходимый деп аталатын минералдар бар, макро, микроэлементтер бар. Сондықтан бұны да күнделікті қабылдап отыру керек. Ішінде именно шаш түсетіндер болса, одан кейін темір тапшылықта анемиялары болатын болса, йод жеткіліксіздігі бар кісілер болатын болса, міндетті түрде осы натурминді қабылдап отырған дұрыс. Және гарциния деген продукцияны көріп тұрсыздар, бұл ағзадағы артық майларды ертуге көмекші биодобавка деп айтуға болады. Осы гарциния жайында да менің YouTube каналымды қарасаңыз, арнайы видео бар. Соны көрсеңіз, қандай күшті екендігін, қалай әсер ететінін бәрін түсініп аласыз. Енді бізде компания негізінен именно Нобель премиясын алған сондай кісілерді шақыртып, әрбір продукцияны жасайтын кезде солардың консультациясы мен солардың айтатын кеңесіне сүйене отырып жасалынған. Және
оны дайындағаннан кейін өздеріне патенттеп алған. Себебі компания қаншама ақшасын беріп, мынау профессорлардан консультация алып, солардың рекомендациясын жасап отқаннан кейін, дәл соны басқа компания повтор жасамас үшін, қайталамас үшін не істеген, патенттеп алған. Сондықтан бізде мына абсорбент деген витамин С бар. Бұл витамин С Нобель, жалпы витамин С-ны анықтаған үшін Нобель премиясын алған болып саналады. Организмде ол иммунитетті көтереді, тамырлардың өткізгіштігін арттырады, эластичность артады, бет үшін өте пайдалы. Жалпы витамин С ол ағзаға күнделікті түсіп отыру керек болып саналады. Біздің организмімізде ол өндірілмейді. Сондықтан осы витамин С-ны балаларға да және ересектерге де қабылдап отыруға болады. Қазіргі кезде мынау продукциялардың көріп отырсыздар, иә, тізімін. Қазір мен сіздерге именно Vision жайлы айтамын. Көзге қажет витамин. Қазір бәрі смартфонда отырады, 24 сағат. Түнде ұйқыдан тұрып қалса да телефонға қарайды, қараңғыда да, жарықта да телефонға қарайды, бірнеше сағаттап қарайды. Сондықтан мына біздің көзімізге Алла тағаланың берген аманаты болып саналады. Соның зрениені түсіріп алмас үшін соған қажетті витаминный комплекс бар. Vision деп аталады. Бұл ерекшелігі жаңадан, бұрын басқа түрі бар еді, қазір жаңадан шығарылды Vision деген. Себебі ультра күлгін сәулелер бар. Соткадан, телевизордан, компьютерден өтетін. Именно соған көздің төзімділігін арттыратын қоспа бар. Сондықтан Vision'ды әрбір адам қабылдап отыру қажет деп айта алар едім. Одан кейін бізде чесночный тимьян. Бұл чеснок именно инфекцияларға қарсы жақсы көмектеседі. Бір капсуланың құрамында 4 бас чесноктан езіп жасалынған. Сондықтан құрттарға қарсы әсері, именно антипаразитарный программа бойынша действиесі өте жақсы. Одан кейін инфекцияларға қарсы, вирустар, ОРВИ кезінде и плюс бактерияларға қарсы мықты әсер көрсетеді. Одан кейін иммублент деген продукция мен өте жақсы көремін. Себебі құрамында біз жей бермейтін, бірақ жеуіміз керек болса да оны жей бермейміз. Тіпті жылына бір рет қабылдаймын адамдар, білмеймін. Құрамында шейтаке, маитаке деген мықты грибы бар, саңырауқұлақтар, соларды қосып жасаған. И плюс D3 және витамин С бар, иммунитетті мықты көтереді. Одан кейін бағана мен супер гринс деген көрсетіп едім, тура соған ұқсайтын көк шалғын деген палеозелени деген продукция бар. Бұл әсіресе өт жолдарына жақсы, сонымен қатар асқазан, ішек жолдарында сөлдердің бөлінуін өте жақсы реттейді. Сондықтан гастриттің алдын алуға және асқазанда жара болған кезде олардың асқынуларын алдын алуға көмекші. Одан кейін Daily деген продукцияны көріп тұрсыздар, мына астында. Бұл Daily құрамында кімде анемия болса, соларға анемияның алдын алу үшін жақсы көмекші. Темір дозировкасы өте жақсы. Плюс иод бар ішінде. Жалпы макро-микроэлементтер мен витаминдер былай бір-біріне жақсы сіңу үшін, мына витамин жақсы сіңу үшін, қасында мына витамин болу керек деген негізі пропорциональный нәрсе бар. Мен каналымды қарасаңыз, именно витаминдердің сіңімділігі деген, витаминдердің жақсы сіңуі деген тақырыпта видеолар бар. Көрсеңіз, темір сіңу үшін қасына міндетті түрде витамин С керек, кальций сіңу үшін міндетті түрде қасына D3 керек деген өзіндік арнайы заңдылықтары бар. Мына Daily'дің құрамы сол заңдылыққа сәйкес жасалынған. Одан кейін бұл Daily құрамында 22-ден астам жеміс-жидектерді алып, кептіріп, оларды прямо ұнтақтағанда и содан мынандай таблеткалар құрастырып шыққан. Сопақ капсула сияқты көрінеді. Қабылдап отырсаңыздар, күнделікті фрукты, жеміс, көкөністі жегенде дозировка аласыз. Одан кейін Vitalize мужской и женский. Қазіргі кезде мына репродуктивті жастағы, бірақ дегенмен де жүктілік болайын десе де, қанша планировать етсе де соған қол жеткізе алмай жатқан жандар бар. Себебі организмде стресс болғаннан кейін жұмыстағы стресстер бар, өмірдегі стресстер бар, бәрі қосылып гормональный нарушение тудырады. Сол гормональный нарушениені реттеу үшін ерлерге арналған және әйелдерге арналған Vitalize деген екі қос продукция бар. Соны
қабылдап отырса организмдегі гормональный дисбаланс, яғни бұзылыстарды қайта қалпына келтіру үшін өте жақсы көмекші деп айтар едім. Одан кейін муф дегенді көріп тұрсыздар, бұл муф бізде суставтарға арналған. Құрамы куркума бар, жұмыртқаның қабығы бар. Осы жерде айта кеткім келеді, мен бірінші қызыма жүктілік кезінде менде симфизит болды. Осы симфизит неден дамиды, бәрін зерттесем, ол кальций жеткіліксіздігінен деді. Сосын мен как раз оқып жүрген ол кезде гинекологқа бардым. Өзіміздің профессорға сосын не істесе болады, қалай орын толтырса болады кальцийін деп сұрасам, негізі қазір түрлі дәрілер көп деді, бірақ егер мүмкіндік болса, жұмыртқаны алып, ұнтақтап соны ішетін болса, жақсы сіңеді, сол күшті результат береді деді. Мен оны жасаған жоқпын, себебі таза үйде өсіріліп жатқан тауықты таппадым. Тіпті тапса да ол тауық қандай, то есть оның ауру жоқ па деп, мен по-любому оны уайымдайтын едім. Кейін муф деген продукцияны қарасам, именно суставтарға, сүйектерге, буындарға қажет екен. Ішіне куркума қосқан, плюс жұмыртқаның сол қабығын ұнтақтап жасалынған өнім болып саналады. Сондықтан кімде тірек қимыл жүйесінде проблемалар болатын болса, өте жақсы. Одан кейін мына жерде арджи деген продукция жайлы ерекше айтқым келеді, себебі бұл құрамында элергенин деген молекула бар. Бұл молекула тамырларды эластичен етпейді. Тамыр деген бізде кеңейіп, қайтадан қалпына келіп, қақпақшалары ашылып, жабылып отыратын біздің тамырдың ішінде қызмет ететін қаншама нәрсе бар. Солардың қызметін жақсарту үшін арджи өте жақсы, және қан қысымын реттейді. Егер де тамырдың эластикалық қабілеті жақсы болса, қан қысымын жақсы реттейтін болады. Сондықтан арджи дегенді осы кімде қан қысымымен проблемалары бар, соларға қабылдаған жақсы көмектеседі. Одан кейін Нутра Q10 дейміз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша және клинический исследованиялар бойынша мына Нутра Q10 деген нәрсе именно жүрек жұмысын, жүректің клеткаларының жұмысын арттырады болып саналады. Сондықтан Нутра Q10 сіздердің жүректеріңізге қамқорлықтан туып саналады. Және компанияда тек қана жеміс-жидек көкөністен жасалған емес, сонымен қатар мынандай мёдтан, яғни ара өнімдері де бар, пчелиная продукция дейміз. Маточное молочко босанған әйелдер үшін өте жақсы, олардың миларын тынықтырып, егер босанушы әйелдің миы тынық, стресстер болмаса, оның сүті жақсы шығады. Сондықтан кімде сүт шығудан проблема болып жатса, маточное молочко күшті. Прополис, өздеріңіз көрген боларсыздар, өмірде прополис деген аралардың несі деп, слақ деп айтсақ болады. Прямо жеген кезде сағыз сияқты болады. Тура сондай мынау прополистан жасалынған арнайы таблеткалар бар. Енді ара деген ол қарапайым өмірдегі натуральный антибиотик деп айтсақ. Жалпы прополис деген организмде противовоспалительный эффект береді. Себебі ара деген өзі шағып алса да бұрын айтатын еді, ой, болды, ауырмайсың, қыс бойы ауырмайтын болдың, себебі сені ара шақты деп айтады. Одан кейін мына жерде сіздерге айта кеткім келеді, алоэның чайы. Бұл чай ерекше чай болып саналады. Неге десеңіз, 4 жыл бойы алоэ өсіріледі, 4 жылдан кейін ғана гүлдейді екен. Осы гүлдерінен жасалынған чай. Құрамында имбирь қосылған, асқазан ішек жолдары үшін, өт жолдары үшін өте жақсы. Әсіресе мына давлениесі бар кісілер ыстықта ішетін болса, олардың давлениесін түсіруге көмектеседі. Одан кейін иммунитетті жақсы көтереді. Осы чайды өт жолдарын өтті сұйылтуға да жақсы эффектілер беретіндігін бірнеше пациенттерден көрдік. Келесі айтатын нәрсе мынау пробиотик. Бұл пробиотиктің әлемде аналогы жоқ. Неге десеңіз, құрамында пребиотикте қосып жасалынған және бір капсуланың құрамында 8 миллиард микрофлора бар. Әсіресе мен айтар едім, мама химиотерапия жасап жатқан кезде осы пробиотик өте жақсы көмекші болды. Себебі химия алғаннан кейін құсады, лоқсиды адамда, тамаққа тәбеті болмайды, және химиямен бүкіл микрофлораны өлтіріп тастағаннан кейін оны восстановление жасау керек. Осы кезде бізге пробиотик өте жақсы көмекші болды, іші өту кезінде. Сондықтан да іші өтіп жүретін кезде жалпы иммунитетті қайта қалпына келтіру үшін осы пробиотикті қабылдап отырған жақсы әсер береді. Одан кейін мынадай гель, яғни кремдер бар, гельдер бар. Бірінші тұрған ол прополисовый крем. Осы менде бұрын бетімде мынадай безеулер өте көп болатын. Сол кезде прополисовый крем жақсы көмекші болды. Одан кейін екінші ол бізде хит деген, біраз уақыттан бері жоқ болып кетіп еді. Осы жақында ғана қайтадан
Америкадан доставка жасалынып қайта келді. Бұл қыздырғыш крем болып саналады. Беліңіз ауырған кезде, одан кейін тізе ауыратын болса, осы хитті жағатын болса, қыздырып, прямо нервтардың босаңсуына жақсы көмектеседі, ауырсынуларды кетіреді. Осы жерде маңызды айтатын First деген спрей тоже менің ютубты қарасаңыздар тұр. Бұл спрей болып саналады. Ангинаның кезінде күшті, беременность кезде мысалы үшін ангина болады, тамақ ісіп кете беретіндер болады, тіс ауыратындар болады, бірақ стоматологқа баруға болмайды ол сұрақта. Осындай кездерде лично өзіме өте жақсы көмектескен спрей болып саналады. Келесі, личная гигиенаға арналған продукциялар бар. Шампунь, шаш түскенде өте жақсы көмектеседі. Одан кейін сабындары бар, твердое мыло бар, жидкое мыло бар, дезодоранты бар. Дезодоранттың ерекшелігі құрамында алюминий жоқ. Алюминий тұздары білесіздер, ағзаға жинақталып қалатын болса, бірнеше уақыттан кейін ол онкологиялық аурулар туындатуы мүмкін. Сондықтан қарапайым күнделікті қолданатын нәрселеріңіздің бәрінің құрамына мән беру керек. Дұрыс, организмге зиянсыз нәрсе қабылдау керек. Және мынау Infinity деген набор, бұл жасы 40-тан асқан кісілерде бетінде әжімдер пайда болмас үшін, сонымен қатар құрамында коллагені бар, арнайы БАДы бар. Соны қабылдай отырып, мына бетке ерекше күтім жасауға болады. Және мынау 13 жастан асқан қыздар, жігіттер болатын болса, солардың бет күтіміне арналған тері қабатының терең слойына дейін чистка жүргізуге көмектесетін гель негізінде жасалынған бет тазартқыш құралдар болып саналады. Сонымен қатар маска бар құрамында. И мына жерде активатор бар, МПД бар, кір жууға арналған. Және С9 деген программа бар. С9 деген ашып айтатын болсақ Clean 9, яғни 9 күн бойы ағзаны тазарту болып саналады. Жалпы қазіргі кезде тамақтану дұрыс емес, тамақтардың құрамы сондықтан организмде токсин, шлактар көп жинақталып қалады. Солардан 6 айда бір рет кем дегенде чистка жасап отыру керек. Егер мен тоже каналымды қарайтын болсаңыз, С9 деген программа жайлы толық ақпарат ала аласыз. Организмді шлак токсиндерден тазарту арқылы, ісінулерді кетіру арқылы, сонымен қатар бірнеше салмақтан да арылуға болады. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге жалпы продукциялардың бәрі ұнаған болса, онда мен продукцияны алғым келеді десеңіз, онда сізде варианттар бар. Біріншісі, мен тіркелмей-ақ 100% бағамен алам десеңіз, пожалуйста, просто жазасыз, заказ бересіз, сізге 100% бағасымен доставка жасап береміз. Екінші нәрсе бар, жоқ, мен деген скидкамен алғым келеді, мен скидка жақсы көремін. Кішкене түсесіз ба дейтін болсаңыз, онда сіз регистрация жасайсыз. Регистрация жасау арқылы сіз компаниядан әрбір продукцияны 5% скидкамен алыңыз. Мысалы үшін 10 000 теңгенің заты болатын болса, 5% скидкамен соны не істейсіз, 9,5 мың теңгеге аласыз. Жақсы, 500 теңгеге сіз просто тіркелгеніңіз үшін компания сізге 500 теңге скидка жасап отыр. Енді егерде сіз жоқ, мен продукцияны көп қолданамын, сонымен қатар мен хотя бы бір шаг болса да бизнес жасап бастағым келеді, қосымша табыс көзі болған қалаймын десеңіз, онда сразу мынадай тач коробкаға тіркеліп, компанияның сізге өмір бойы беретін 30% скидкасына шығып алсаңыз болады. Осы 236 мыңға тач коробканы алу арқылы сіз одан кейін продукцияларды өз атыңыздан 30% жеңілдікпен ала аласыз. Әрі қарай кеттік. Ең басты нәрсе, қызықтысы, сіз кейін 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін келсеңіз де, ешқандай продукцияны сізге үнемі алып отыр деп компания обязанность бермейді. Бірақ сіз 5 жылдан кейін, ой, мен осы жерден бұрында денемді қыздыратын хит деген кремді алып едім деп келсеңіз, компания сізге бұрын тіркеліп 30% скидкаға шыққаныңыз үшін сізге сол алатын креміңізді немесе витаминіңізді қайтадан 30% скидкамен береді. Сондықтан да мүмкіндік болса, осы оптовая скидкаға өтіп алыңыздар. Енді қараңыз, 236 мыңға мынадай тач коробка бар деп отырмын. Бұл бизнестің бастамасы деуге болады, және екіншіден айтатыным, бұл сіз үшін оптовая ценаға өту өте жақсы мүмкіндік. Сондықтан да осы 236 мыңға алатын коробканың ішінде мынадай бірнеше 25-тен 30-ға дейінгі аралықтында заттар болады. Осы заттарды сіз көріп таныссаңыз болады. Өте қажет нәрселер бар.
Енді қараңыз, мен сразу бизнес бастаймын, мен прям профессионально бастағым келеді дейтіндер сразу 2 тач коробка ал деп айтам. Себебі біріншісін сіз өзіңіз қолданасыз, қолдану арқылы өзіңіз продукцияның қандай керемет екеніне көз жеткізесіз. Екіншісі, ол сіз осы 2 коробканы алу арқылы сізге уже заказ беретін кісілер болады, немесе сіздің артыңыздан сіз секілді профессиональный бизнес бастаймын дейтін кісілер үшін осы 2 коробканы ұсына аласыз. Енді қараңыз, компания сізге 30% оптовая скидкаға шыққаннан кейін ассистент супервайзер деген статус береді. Бұл деген сөз уже компанияда сіздің белгілі бір орныңыз бар деген сөз. Сізге арнайы значок береді, ассистент супервайзер екеніңізді. Дальше сіз бизнес жүргіземін десеңіз, сізде 30%-дан бөлек сізге компания тағы да 8% скидка береді. Яғни 38% скидка болады. Сіз мысалы үшін затты алсаңыз 5%-пен қалған 33%-ін компания сізге бонус ретінде береді. Бұл супервайзер деген статус керемет. Бұл жерде сіз командаңызбен 25 балл жасайтын болсаңыз, мысалы жаңа біріншісін көрдіңіз, тач коробка, ол жерде 2 балл. Егер енді командаңыз болады, сіздің команданы құрып, олар да өздерінің атынан осындай адамдарды бизнеске шақырып, олар түсіндіріп, денсаулығын жақсартуға көмектесіп, продукцияларды оборот жүргізетін болса, және осы сіздің командаңыздағы адамдармен бірге 2 ай көлемінде 25 балл жасайтын болсаңыз, компания сізге 38% скидкаға шығуға мүмкіндік береді. Және үшінші статус ол бізде ассистент менеджер деп аталатын статус. Ол бізде компания сіз алдында 5% скидкамен алып 33% возврат жасайтын болса, бұл жерде компаниядан сіз 5% скидкамен аласыз. Компания сізге ассистент менеджер болғаныңыз үшін сізге қосымша 38% тағы да бонус береді. Және төртінші статус бар, керемет статус, ол менеджер деген статус. Бұл жерде сіз 5% скидкамен ала аласыз заттарды, және компания сізге 43% возврат береді. Бұл жерде менеджер статусында табыс примерно 300 мыңнан жоғары қылуға болады. Енді қараңыз, сізде мысалы мен қосымша табысқа шыққым келеді десеңіз, ассистент менеджер статус, ассистент супервайзер статус, яғни ең бірінші статуста тұрып 90 мың, 150 мың айлық табуға болады. Яғни мұның барлығы сіздің қаншалықты еңбек ететініңізге байланысты. Енді қараңыз, компанияда бірнеше доход түрі бар. Біріншісі ол сіз яғни 30% оптовая скидкамен аласыз, сосын 100% бағамен сатасыз. Ортада қалатын ақша сіздің қалтаңызға түседі. 4 мың, 5 мың теңге болса да, қандай керемет, например, затты скидкамен алып, 100% бағасымен сатып, сіз ортада ақша тауып отырасыз. Екінші табыс көзі бар. Ол сіз егерде командаңызға мықты лидерлерді шақырып, олардың бизнес бастауына сіз себепкер болатын болсаңыз, компания сізге тағы да не істейді? Бонус береді. И бұл сіздің жалпы оборотыңыздан беретін болады. Сіздің артыңыздан тіркелген адамдар бар, солар қанша оборот жасады, соған байланысты компания сізге тағы қосымша бонустар береді. Және үшіншісі бар, ол авторский гонорар. Егер де сіз өзіңіздің командаңыздан мықты лидерлерді, менеджерлер шығаратын болсаңыз, ол сіздің авторский, яғни мына менеджердің авторы менмін деп тұрасыз. Мына менеджердің бағыт көрсеткен, бұны осы бизнестің дамытуына бағдар берген мен боламын деп сіз өзіңіз егер менеджерлер шығаратын болсаңыз, компания сізді бағалап, сізге авторский гонорар береді. Сол сіздің астыңыздан шығып отқан менеджердің оборотынан сізге 6% компания сізге бонус беріп отырады. Және төртіншісі бар, ол бізде автопрограмма. Автопрограмма деп аталады, бірақ компания бұл жерде машина бермейді, сізге машинаның ақшасын береді. Сіз машина аласыз ба, оған үй аласыз ба, жер аласыз ба, оны өзіңіз білесіз. Және мықты бір керемет компаниядан берілетін вознаграждениенің бірі ол 13-я зарплата. 12 ай бойы күшті жұмыс жасасаңыз, сізге компания 13-ші зарплатаны береді. 13-я зарплата деген нәрсе бар. Қараңыз, және автопрограмма. Автопрограмманың өзі 3 түрі бар. Егерде командаңызбен бірінші ай 50 балл, екінші ай 100 балл, үшінші ай 150 балл жасайтын болсаңыз, компания сізге 3 жыл бойы
мысалы мына жерде 400 евро деп отыр, 400 евро қазір қанша теңге? Енді біздікімен алатын болсақ 200 мың теңге. 3 жыл бойы компания сізге осы автопрограмманы орындағаныңыз үшін 200 мың теңгеден өзіңіздің жұмыс жасағаныңыздан бөлек бонус беріп отырады. Қандай керемет, Біреулер 200 мың теңге үшін 1 ай бойы жұмыс жасайды, ал компания сізге 3 ай бойы өте жақсы көрсеткіш жасағаныңыз үшін 3 жыл 200 мың теңгеден беріп отырады. Әрі қарай, егер сіз менеджер болсаңыз және сіз астыңыздан 2 менеджер шығаратын болсаңыз, мықты 2 лидер шығарсаңыз, компания сізге сеньор менеджер деген статус береді, және бұл статуста 800 мыңнан астам табыс табуға мүмкіндік бар. Және келесі, егер сіз менеджер болып астыңыздан 5 лидер шығаратын болсаңыз, менеджер, онда сізге компания соринг менеджер деген статус береді. Бұл статуста кемі 1,5 миллионнан жоғары табыс табуға болады. Одан кейін астыңыздан егерде 9 менеджер шығаратын болсаңыз, онда сізге компания сафир деген статус береді. Сафировый тасы бар, сізге значок тағады. Бұл кезде табыс 4,5 миллионнан жоғары. Суреттен көріп отырған біздің наставникіміз, бұл біздің сафировый менеджеріміз Майра Жалелқызы. Бұл бизнесте, жалпы сетевой бизнесте жүргеніне 20 жылдан астам уақыт болған. Мықты сетевойдың тілін білетін кісі. Дәл осы кісі бізге үнемі обучение жүргізіп отырады, бағыт беріп отырады. Осындай наставниктің ізін басу арқылы алдағы уақытта бізде үлкен табысқа жетеміз деген сенім бар. Және егер сізде осы ретте өзіңізге наставник іздеп, мен де сондай мықты кісінің соңынан жүріп, мен де үлкен табыстарға жеткім келеді десеңіз, командаға қосылсаңыз болады. Әрі қарай, ерекше нәрсе айтатын, ол бізде жылына 4 айда 1 рет, яғни 1 жылдың ішінде 3 рет мықты результаттар көрсету үшін арнайы тренингтер өтіп отырады. Мультимиллионерлер, үлкен табысқа қол жеткізіп отырған бриллиантовый біздің настоящий спонсорларымыз бар. Атила және Каталин Гидафальви деген 2 отбасылық жұп. Осы кісілер ең алғаш рет 2008 жылы Forever бизнесін түсіндірген келіп, Қазақстанға алып келген кісілер ұсынылады. Осы қазіргі таңда олар бриллиант бірнеше миллиондаған табыстар табады. Біздің бизнесімізді қалай миллиондарға алып келуге болады, қалай сондай табысқа жетуге болады деген сұраққа жауап беру үшін ол кісілер 4 айда 1 рет шетелде обучениелер, тренингтер жүргізіп отырады. Осындай тренингтерге бару арқылы адам өседі, рост болады бизнесінде және личностный рост болады. Сондықтан осындай тренингтерден қалмай барып отыру керек.